Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге пайдалы арна каналы. Бұл арнада өміріңізге күнделікті қажетті ақпараттармен бөлісемін. Сол себепті міндетті түрде каналға тіркеліп, видео ұнаған болса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Жалпы баланы балабақшаға орналастыру үшін Индиго сайтына тіркелеміз, баланы тіркейміз. Ол туралы видео менің каналымда бар. Қосымша осы видеоның астында мен сілтемесін қалдырамын. Бүгінгі видеода біз ваучер туралы сөз қозғаймыз. Яғни балабақшадан орын алу үшін ваучер керек. Ол ваучер сіз балаңызды осы балабақшаға тіркегеннен кейін, баланың жасы балабақшаға жеткеннен кейін өзі автоматты түрде беріледі. Сіздің Индиго қосымшаңызда немесе Edu24 деген қосымшада кірген кезде қоңыраушаның суреті тұрады. Сол жерге сізге ваучер берілді деген SMS келу керек. Ол ваучер келмей, сіз ешқандай балабақшадан орын ала алмайсыз. Оны система өзі автоматты түрде жібереді. Осы ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап, яғни системада өзгеріс болады. Бұрынғы балабақшаға барып жүрген балалар балабақшадан шығарылғаннан кейін, яғни кезекте тұрған балаларға ваучер беріле бастайды. Кейбір ата-аналарға ваучер беріліп те жатыр. Ваучер келгеннен кейін сіз міндетті түрде 2 күннің ішінде балабақшаны таңдап үлгеруіңіз керек. Ол балабақшаны таңдай алмай қалсаңыз, 2 күннің ішінде ваучер күйіп кетеді. Егер сіз ваучер келгеннен кейін таңдап үлгермесеңіз, немесе балабақшада орын болмай қалса, онда 28 күн өткеннен кейін сізге ваучер қайтадан келеді. Мысалға қазір маусым айында ваучер келді, бірақ сізге керекті балабақшада орын жоқ. Онда сіз ол ваучерді қабылдамасаңыз да болады. Немесе ваучерді жоғалтып алмау үшін орын бар балабақшадан орын алып, балаңызды лист ожидания, яғни күту парағына қойып қойсаңыз болады. Одан кейін өзіңіз қалаған балабақшада орын босаған кезде жаңағы бірінші таңдаған балабақшадан шығып, 5 жұмыс күнінің ішінде екінші балабақшаға орналасуыңызға болады. Және сол ваучермен балабақшалардың ортасында ауысып жүруге болады. Bir балабақшадан шығып, екінші балабақшаға орналасуға болады. Тек ол балабақшада орын болса болды. Осындай ваучердің өзгешеліктері бар. Баршаңызға сәттілік, өздеріңіз қалаған балабақшадан орын алуларыңызға тілектеспін. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Назарларыңызға көп рахмет.